Мінекей, бағандан бері жүйкем тосты мына ішкі саясат Айнұр деген басшының орынбасарына. Мен айтып жатырмын, мына шақырып жатырмын ғой бүкіл нені Қазақстанды шығыңдар митингіға деп, мына неге репрессия құрбандарына, мына әкімдік репрессия құрбандарына митинг ұйымдастырды. Әкімдікпен шығыңдар. Мына біз сағат 10-да келдік, сонда шығыңдар, сағат 10-да, сағат 3-те, нешеде болсын деп. Бірақ та мына бір полиция мінекей қойып қойған мына нені, қаншама мен жүйкемді тоздырдым, мына жерде қойып қойған жаңағы мына бір нені, мына бір көріп тұрсыздар қызыл қоршауды. Полиция өзі тұр мінекей. Мен айттым, полицияға тығылып қалыңдар. Тұрмаңдар мында, халық жиналмайды. Жылына бір рет үйретуіміз керек. Ана бессмертный полкқа емес, өзіміздің аталарымызға тағзым жасау үшін шығыңдар деп сөйтіп айтайын десем, полиция мінекей тұр. Полиция болғанда кім кіреді енді? Мен былай да айттым, ішкі саясат арқылы айттым. Тұр мына жерде полиция, тым болмаса басқа форманы киіп адамдарды қорқытпай тұрса ғой, жоқ. Мінекей, балам, сәлемесің бе тағда? Кіріп, анда отырыңдаршы, Құдай үшін, сен формаларды, басқа форма киіп келіңдер. Адамдарды неге шошытасыңдар? Мінекей, шошты. Басты қатырмаңдар. Жол патрульдік. Мына жерде немене тұрсыңдар? Мінекей, әкімдіктің митингісі. Айналайын, сендер қайда митингі болып жатыр, мінекей, қазір әкімдіктің митингісі болып жатыр, Вот мінекей, сендер солай тұрасыңдар да, әкімдіктің митингісіне келуге әрине ешкім шошмайды. Бірақ та сендер даже соған тұрсыңдар. Это адамдарды мінекей бессмертный полкқа мінекей мыңдап жиналады ғой, мыңдап, бүкіл қалаларда білмеймін 100 мыңдап шығар. Бізде мінекей жаңа ғана қазақтың санасы оянып жатыр. Оянып жатқан қазақтың санасы мінекей сендер полиция осылай қорқытып үркітіп тұрсыңдар. Ішкі саясатпен бірге осындай масқара болып жатыр бізде Кереку қаласында.